Бүгін әлемнің жарығын сыйлаған, әлдеде баялап өсірген жандардың аналардың күні. Әрқайсымыздың жүрегімізде аналарымызға қатысты ыстық естелік сақталған. Ендеше Жібек жолы ұжымы қызметкерлерінің сол естеліктерін бірге тыңдап көрейік. Ананың жаңағы менің бір бұзақылық қылған кезде, үйде көкеміз сәл ұрсып сөйткен кезде ананың көзінен қатты ұрыспаса екен, жаңағы қатты балама сөз өтпесе екен деп қорғаған көздері әлі есімде. Сондықтан сол ұмытылмайды екен, сондықтан ананың мейірімі, махаббаты шексіз. Анама ең бірінші сыйлық сыйлаған кез ерекше есте қалды. Оны енді мүмкін білмеймін қанша жаста болғанымда әкеммен осы 8 наурызға орай арнайы базарға барып фен алдық қой деймін, қателеспесем. Соны енді әкем маған беріп, міне сен сыйла деп, сол кезде мен анама апарып берген сәт, оның қуанышы мен ерекше есімде қалды. Мен анаммен байланысты ең жылы естелігім ол біз әр жексенбі сайын кішкентай кезімде қыдырып шығып ойын-сауық орталықтарына барып кафеге баратынбыз. Сол есімде қалып қойды қатты. Жалпы анаммен жылы естеліктер өте көп. Солардың бірі енді кішкентай кезімнен бастап мені анам мектепке жетелеп өзі апаратын. Бұдан бөлек анашым мен оқу бітіргенге дейін, жоғары оқу орнын бітіргенге дейін күнде таңертең өзі ерте тұрып, шашымды 2 бұрымға өріп беретін. 2009 жылы мен Айгөлек балалар бағдарламасына қатыстым. Сол кезде анам арнайы мен үшін дизайнерлік көйлек тіккізді. Бірге студияға барып ән жаздық. Соның барлығы менің жүрегімде өте ыстық естелік болып қалды. Сондықтан да анама көп рахмет айтам. Анаммен бірге естелік, қазақ тілі мен әдебиетін оқыған кезде әдебиет сабағынан нашар оқыдым. Сол кезде менімен бірге шығармалардың барлығын бірге оқып, түсіндіріп, солай отыратынбыз. Мен есімде қалған ең көркем сәт ол әрине мен оқуға түскенім деп ойлаймын. Өйткені басында қиындықтар болды оқуға түсуден, мен ойлаған оқуға түсе алмадым, сондықтан басқа оқуға түстім. Сол сәтте анамның қуанышы енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте бақытты сәт сол деп айта аламын. Анаммен байланысты ең ыстық естелік ол кішкентай кезден мені үздік болуға тәрбиеледі. Мұқағали оқулар, Абай оқулар сияқты жарыстарға барған кезде өлеңдеп жаттаймыз ғой, 100-200 өлеңнен сол кезде грек жаңғағын беріп, бір бөлмеге қамап қоятын, осынша есте сақтау қабілетін күшейтіп, сондай қамқорлықтарының арқасында қазір әйтеуір қалаға шығып радио жүргізіп жүрген соның арқасы деп ойлаймын.